Жаздың қамын қыс ойла демекші, қыста жейтін азық-түлігімізді бірнеше ай бұрын дайындап қою арқылы көп ақшамызды үнемдейміз. Әсіресе елімізге Ташкент өңірінен жаңа піскен қияр мен қызанақтар келіп жатқан кезде. Назарларыңызға қиярды үй жағдайында тұздау тәсілін ұсынамыз. Жасыл қиярды тазалап жуып, үстіне ыстық су құямыз. Артынша бірден суық суға саламыз. 2-3 сағатқа қалдырамыз. Қияр мен аскөк жапырағын, сарымсақ пен қара бұршақты ішіне саламыз. Үстіне суық ерітінді, бір суға 50 тұз құямыз. 2 ас қасық арақ құйып, банкіні полиэтиленді қақпақпен жабамыз. Банкідегі қиярды суық жерге қоямыз. Осылайша өзінің жасыл түсін сақтап қалады. Құрамы: 2 келі қияр, 5 тал қара қарақат жапырағы, 5 тал шие жапырағы, 1 сарымсақ, 20 ақ желкек, 8 қара бұрыш, 75 тұз, 50 арақ, 1-5 су. Қиярда не бар? Неліктен жасыл қияр пайдалы, адамдар үшін тағамдық құндылық? Қиярдың ағзаға пайдасы қандай? Осы туралы білгіңіз келе ма? Қияр өте аз калориялы, бірақ пайдалы дәрумендер мен минералдарға бай. 300 грамм жаңа, қабығынан тазартылмаған қиярдың құрамында мыналар бар. Калориялар 45, майлар 0,1, көмірсулар 11, ақуыз 2, целлюлоза 2, витамин 14 күнделікті энергия қажеттілігі. Витамин 62, магний 10, калий 13, марганец 12. Әдетте бір тағамға қиярдың шамамен 3-тен 1 кіреді, сондықтан бір тамақ жоғарыда аталған қоректік заттардың шамамен 3-тен 1-ін бере алады. Қиярдың құрамында судың мөлшері де жоғары. Іс жүзінде қияр 96 судан тұрады. Тамақтанудың максималды артықшылықтары үшін сіз қабығынан тазартылмаған қияр жеуіңіз керек. Оларды тазарту арқылы сіз талшықтарды, сондай-ақ кейбір дәрумендер мен минералды заттарды азайтасыз. Қиярдың калория мөлшері төмен, бірақ суы көп және бірінші минералдар. Тазартылған қиярды тұтыну арқылы сіз қоректік заттардың максималды мөлшерін қамтамасыз етесіз. Қиярдың құрамында антиоксиданттар бар. Антиоксиданттар тотығуды тежейтін молекулалар, химиялық реакция, бос радикалдар деп аталатын. Жұпталмаған электрондары бар жоғары реактивті атомдар түзеді. Осы зиянды радикалдардың жинақталуы созылмалы аурулардың бірнеше түрін тудыруы мүмкін. Еркін радикалдардың әсерінен туындаған тотығу стресстері қатерлі ісікке, жүрек ауруына, өкпе ауруына және аутоиммунды ауруларға әкелуі мүмкін. Жемістер мен көкөністер, соның ішінде қияр пайдалы антиоксиданттарға бай, бұл процестердің пайда болу мүмкіндігін азайтады. Бір зерттеу антиоксиданттардың адам ағзасына әсерін өлшеді. Зерттелушілер қияр ұнтағын тұтынатын 30 егде адам болды. 30 күннен кейін қияр ұнтағы антиоксидант белсенділігінің айтарлықтай жоғарылауына және антиоксидант мәртебесінің жақсаруына келді. Алайда осы зерттеуде қолданылған қияр ұнтағы құрамында әдеттегі диетадан алғаннан гөрі көбірек антиоксидант болатынын ескеру қажет. Тағы бір зерттеуде қиярдың антиоксидантты қасиеттері қарастырылып, құрамында флавоноидтар мен бос радикалдардың зиянды әсерін болдырмайтын таниндер бар екендігі анықталды. Қияр құрамында көптеген антиоксиданттар, соның ішінде флавоноидтар мен таниндер бар. Олар зиянды радикалдардың көбеюіне жол бермейді және созылмалы аурулар қаупін азайтуы мүмкін. Сұйықтықтың дұрыс толтырылуы физикалық көрсеткіштерден метаболизмге дейін әсер етуі мүмкін. Сіз өзіңіздің сұйықтыққа деген қажеттіліктеріңізді ауыз су немесе басқа сусындар арқылы қанағаттандыратын болсаңыз, кейбір адамдар тамақтан жалпы су тұтынудың 40-на дейін алады. Әсіресе жемістер мен көкөністер сіздің диетаңызда жақсы су көзі бола алады. 442 балаға жүргізілген бір зерттеу олардың гидратация күйін бағалады және олардың тамақтану есебін жүргізді. Жемістер мен көкөністерді тұтынудың көбеюі гидратация күйінің жақсаруына келіп соқтырғаны анықталды. Қияр шамамен 96 судан тұратындықтан олар ылғалдануды жақсартады, бүйректі тазартады және күнделікті сұйықтыққа деген қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруға көмектеседі.
Қияр шамамен 96 судан тұрады, және сіздің ағзаңыздағы сұйықтықтың толықтырылуын жақсартып, күнделікті сұйықтыққа деген қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруға көмектеседі. Олар салмақ жоғалтуға ықпал ете алады. Бір ыдыста 104 грамм, небәрі 16 калория, ал 300 грамм қиярда 45 калория ғана болады. Бұл салмақ қосуға келетін қосымша калория алмай-ақ қиярды көп жеуге болатындығын білдіреді. Қияр салаттарға, бутербродтарға және гарнирлерге балғындықпен дәмді қосып, жоғары калориялы тағамдарды алмастыра алады. Сонымен қатар, қиярдағы судың көп мөлшері де артық салмақтан арылуға көмектеседі. 3628 адамға жүргізілген 13 зерттеулерге шолу жасағанда құрамында суы көп және калориясы аз тағамдарды тұтыну салмақ жоғалтуға келетіні анықталды. Қиярдың калория мөлшері төмен, бірақ суы көп, оны көптеген тағамдар қосылған төмен калориялы гарнир ретінде қолдануға болады. Мұның бәрі салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Видеом ұнаса, лайк және пікір қалдырыңыз.